Армысыздар, құрметті студенттер. Ұсынылып отырған білім беру ресурсы мүшелердің негізгі құрылымдық элементтерін жарықтық микроскопта зерттеуге көмектеседі. Зерттелетін препараттар ас қорыту жүйесі мүшелері. Бірінші препарат тілдің шіпше тәрізді бір түгі. Ол өздеріңіз көріп отырғандай жартылай мүйізделген эпителиймен астарланған. Эпителий астында болбыр-талшықты дәнекер тіні көрсетілген. Ас қорыту мүшелерінен айырмашылығы тілде бұлшықет табақшасы мен шырыш асты негізі болмайды. Сондықтан бірден қаңқалық көлденең жолақты бұлшықет тініне ауысады. Келесі препаратта үлкен ұлғайтқышпен тілдің шырышты қабығын зерттейік. Шырышты қабықта екі қабатта жатады. Бірінші эпителий және болбыр-талшықты дәнекер тінінен түзілген меншікті табақша. Мүшенің ең үстіңгі беткейінде мүйізделген эпителий көрсетілген. Бұл мүйізделген эпителиймен астарланған жалғыз тіл бүртігі. Өздеріңіз байқап отырғандай аталмыш эпителий анық көрінген. Себебі онда ядралар болмайды, оған қарап жасушалар тіршілігін жойғанын айтуға болады. Біздің алдымызда тілдің жапырақ тәрізді бүртігінің гистологиялық кесіндісі берілген. Тілдің шырышты қабатын көп қабатты жазық, мүйізделмеген эпителий астарлайды. Оның астынан болбыр-талшықты дәнекер тінді және тілдің негізгі бөлімін алып жатқан қаңқалық көлденең жолақты бұлшықет тінін көруге болады. Таңдай бадамшасы көп қабатты жазық, мүйізделмеген эпителиймен астарланған. Бадамша безінің шырышты қабығындағы әр меншікті табақшада көптеген лимфоидты түйіндер орналасады. Бездің үстіңгі бетінен мүшенің ішіне қарай 10-20 крипта шығып тарамдалады. Мына слайдта өңештің алдыңғы бөлімі берілген. Оның қабырғасына 4 қабықты ажыратады. Шырышты қабық. Ол 3 қабаттан тұрады. Бірінші көп қабатты жазық мүйізделмеген эпителий. 2 санмен көрсетілген меншікті табақша. Ол болбыр-талшықты дәнекер тінінен түзілген. Келесі тегіс миоциттердің будаларынан түзілген бұлшықетті табақша. Екінші қабаты болбыр-талшықты дәнекер тінінен түзілген шырыш асты негізі. Онда өңештің 5 санымен көрсетілген меншікті бездерін көруге болады. Келесі бұлшықетті қабық. Ол ішкі айналмалы және сыртқы бойлық 2 қабаттан тұрады. Ең соңғысы сыртқы адвенциалды қабық. Асқазан түбі. Оның қабырғасынан шырышты, шырыш асты негізі, бұлшықетті және сыртқы серозды қабықты ажыратады. Ішкі шырышты қабығы 3 қабаттан тұрады. Эпителий, 1 қабатты бағаналы безді, меншікті табақша, болбыр-талшықты дәнекер тінінен түзілген. Оның құрамында фундальды бездер болады. Шырышты қабық бұлшықетті табақшамен аяқталады. Бұлшықетті табақша тегіс миоциттердің будаларынан түзілген. Келесі шырыш асты негізі берілген. Ол болбыр-талшықты дәнекер тінінен түзілген. Ал енді асқазанның бұлшықетті қабығының құрылыс ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұлшықетінің типі тегіс салалы және 3 қабаттан тұрады. Сыртқы серозды қабық, ол болбыр-талшықты дәнекер тіні мен мезотелийден түзілген. Зерттелетін препарат өңештің асқазанға өтер аймағы. Бұл кесіндіде асқазанның шұңқырларын көруге болады. Өңештің көп қабатты жазық мүйізделмеген эпителийі 1 қабатты бағаналы безді эпителийге ауысады. Өңештің шырыш асты негізінде шырышты бездер орналасқан. Зерттеу үшін ұсынылатын препарат асқазанның пилорикалық бөлімі. Бұл мүшенің шырышты қабаты 1 қабатты бағаналы безді эпителиймен астарланған. Одан тереңірек неғұрлым ашық түске боялған
пилорикалық бездер орналасқан. Бездердің морфологиялық типі қарапайым түтікті тармақталған. Келесі қабаты болбыр талшықты дәнекер тінінен түзілген шырыш асты негізі. Және салыстырмалы түрде жуан тегіс салалы бұлшықетті қабығы. Сыртқы сірлі қабық ол үстінен мезотелиймен астарланған болбыр талшықты дәнекер тінінен тұрады. Келесі зерттелетін препарат жіңішке ішек. Оның қабырғасы шырышты, шырыш асты негізі, бұлшықетті және сыртқы сірлі қабықтан тұрады. Слайдта шырышты қабықтың рельефі көрсетілген. Олар жапырақ немесе саусақ тәрізді өсінділер. Шырышты қабық бір қабатты бағаналы жиекшелі эпителийден меншікті және бұлшықетті табақшадан құралған. Меншікті табақшада ішек крипталары орналасады. Одан төменірек болбыр талшықты дәнекер тінінен түзілген шырыш асты негізі. Жіңішке ішектің бұлшықетті қабығы жазық бұлшықеттің екі қабатынан берілген. Ішкі айналмалы және сыртқы бойлық. Серозды қабық болбыр талшықты дәнекер тін мен мезотелийден түзілген. Келесі зерттелетін препарат жуан ішек. Шырышты қабығы бір қабатты бағаналы эпителийден, меншікті табақшадан және бұлшықетті табақшадан тұрады. Меншікті табақшалар арасында крипталар орналасқан. Одан төменірек шырыш асты негізі берілген. Ол қан тамырларымен жабдықталған болбыр талшықты дәнекер тінінен түзіледі. Келесі бұлшықетті қабығы. Тегіс бұлшықеттің екі қабатымен берілген ішкі айналмалы және сыртқы бойлық. Серозды қабық ішекті сыртынан қаптайды. Онда кейде саусақ тәрізді өсінділер болады. Бұл өсінділер май тінінің жиынтығы. Бауыр препаратында бауыр бөлікшелері, орталық вена, бөлікше аралық талшықты дәнекер тіні көрсетілген. Біздің алдымызда ұйқы безінің гистологиялық препараты. Ол паренхиматозды мүше. Бөлшектердің араларында дәнекер тінді қабатшалар байқалады. Әрбір бөлікше эндокринді және экзокринді бөлімнен тұрады. Препаратта панкреатикалық аралшықтар жақсы көрінген. Олар дөңгелек немесе сопақша тәрізді ақшыл түсті. Ұйқы безінің экзокринді бөлімінде оның құрылымдық өлшем бірлігі ацинустар орналасады. Өт қабы препараты. Ол үш қабықтан тұрады. Шырышты қабығы бір қабатты бағаналы эпителиймен астарланған. Шырышты қабықта меншікті табақшаны ажыратады. Ол үш санымен көрсетілген. Өт қабының бұлшықетті қабаты тегіс миоциттердің будаларынан түзілген. Адвенциалды қабық құрамында жуан эластикалық талшықтары көп, тығыз талшықты дәнекер тінінен тұрады. Құрсақ іші жағынан өт қабы сірлі қабықпен қапталған. Назарларыңызға рахмет.